күніне арналған іс-шаралар болып отыр. Сондықтан мен тәуелсіздік қалай келгенін бір-екі ауыз айтып берсем, көшеде отырған генералдар қарсы болмас. 80 Сегодня нужно защищать правовое государство, и вы сегодня являетесь его защитниками Конституции, прав и свобод наших граждан. Сіз жас кезіңізде генерал боламын деп армандағансыз ба? Плох тот солдат, который мечтает стать генералом дейді. Генерал болғанымыздың өзі біздің тәуелсіздіктің жемісі мен өзім ойлаймын.